Фарида, жасым 52-де. Мен осы Қазақстанда табиғи өнімдерден өте жақсы нәтиже алғанмын. Салмағым 8 жыл бойы грижадан емделіп, тек қана грижа емес, 15 диагноз қойып емделген кезде 85 килограммға дейін болдым. Содан кейін ең басты 5 грижаны медицинада емделмейді деп айтып жатқан. Ең соңғы Ташкенттен Бішкектің өзінде профессорлар ота жасау керек деді. Мен сол грижадан негізі нәтиже аламын деп ішпедім, сенбедім да енді. Грижаға әсер ете ме етпей ме, бірақ профессорлар 4 ай тыңдап жүріп өнімдерді жақсы ішу нәтижесінде 11 айдан кейін МРТ-ға түскен кезде менде 5 грижа жоқ деген кезде 50 жасымда алдыңғы жылы 21 жылы мен таңғалдым. Мүмкін екен ғой деп грижаны емделу ше. Сондықтан ол 5 грижа мен бірге жаңағыдай 15 килограмм салмақ кетті, соңғы 3 килограммда мынау нелерден деп айта аламын, 12 килограмм салмақ кетті, одан кейін 3 килограмм мына гельдерді салдым, бұның 103 тубын салдым, шекке жатырға 20-сын салдым, одан бергі уақытта кез келген уақытта салып тұрамын, демалғанда, шаршаған кезде немесе демалу үшін дегендей. Бұл бомба нәтиже, біздің барлық мәселе әдемілігіміздің бәрі шекте. Әдемілігі дейтін әйелдеріміз ғой, бауыр өте тола болды, жаңағыдай 85 килограммасын ойлаңыз. Шектерімде 25 килограммға дейін салмақ болды, менің өзімде де қарап отырсам, есептеп отырсам. Сол бойымен бірге білінбей жүреді екен, үнемі ішім батып тұрады. Сөйтсем өт жолдарым тола, ол бауырды толтырған, ол давление пайда болды. Бір айда 20 рет скорый шақырдым. Шаштың түсуі, нервный болу, мозоль пайда болу, хронический бронхит айта алмаймын. 10-нан аса, 15-тен аса диагноз болды. Ең басты айтқым келетіні, осыларды іше жүріп, мына жасымызда омоложение, жасару процесі пайда болды. Көздердің жанында, айтады, көздің түсіп біткеніне ойлайтын ота жасайды ғой деп та мысалға. Көздің көтерілуі, кеуденің көтерілуі, әйелдердің жасының қанаттың тарылуы, осының бәрін отасыз осы өнімдермен нәтиже алдым. Жақында ғана Қарағандыда 10 күн болған жоқ, жатырға арнайы түскенде 52 жаста идеальная матка деп айтты. Шүкір да. Сондықтан мен сіздерге айтқым келетіні, әдемілік іздесеңіздер, әдемілікті іштен іздеңіздер. Сырттан тоналка жағамыз, сәнденеміз, бірақ барлық дүние ішпен байланысты. Капиллярны тазалайтын, әлемдегі жалғыз табиғи өнім деп айтқым келеді. Ал біздің капилляр біздің жер шарын 2,5 есе орағандағыдай ұзындықта. Оны бұл БАДы емес, бұл дәрі емес, бұл құнарлы ас күнделікті. Құрттарды қатып қалған, тірілтіп шығаратын жалғыз табиғи құнары құрамы өте бай өнім. Бізге бірден бір айта аламын. 8 ай іріммен, жарамен екі айтады ғой, арқанмен 2 жамбасым іріп жүрді. Іріп шіріп. Не істеді? Мен қозу процесін дәрет арқылы, зәр, қи, қан ұйыған жара, бас ауру, неше түрлі іріңдер, қақырық, жөтел арқылы шықты. Менен шықты, мен басқа ешкімді айтқан жоқ, мен өзімді айтқым. Фарида десем, менің жасым 52-де. Сондықтан менің нәтижемнен грижада еңкейіп жүре алмаған кездерімді көрген туысқандар не істеді? Алып іше бастады, анамнан бастадым бірінші. Класстастарым бар қаншама. 3 айда мастопатиядан нәтиже алған класстастарым бар. Рактан жаман диагнозбен нәтиже алған класстастарым бар. Өте көп нәтиже. Сондықтан айтқым келетіні, сіздер ішсеңіздер де, ішпесеңіздер де бұл өнімдер жылжи береді. Бұны әлем алып жатыр, әлем. Әлемнің 189 елі кірейін деп жатыр. Біз қазақ әлі маңырау ұйықтап жатқан кезде, әртүрлі дәріханаға ақшамызды құйып жатқан кезде, қазіргі уақытта халықтың ақшасы дәріхана, дәмхана, дәретханаға кетіп жатыр. Сондықтан уақытыңызды экономдағыңыз келсе, сапалы өмірге көшкіңіз келсе, ақшаңызды экономдағыңыз келсе, мына өнімдерді алып ішіп алыңыздар. Сау адам не істейді? Сау адамда ұйқы тыныш болғаннан кейін жақсы идеялар келе бастайды. Орындалмаған армандарыңызды өзім қатарына айтқым келеді. 50 жаста орындалмаған армандарыңызды осы кәсіп арқылы орындаңыздар. Біз сияқты теңізге шығыңыздар, жылына жолдама алыңыздар, жүріңіздер. Кәсіпке кірісеміз деп ойлаған жоқпыз. 5 грижадан құтылғаннан кейін мен аузымды ешкім жаба алмайды енді. 24 сағаттың итап 16 сағат сөйлейміз ғой әйелдер. Соның 1-2 сағатын құнды қылыңыздар. Қайырлы кеш.